Болашақ бағдарламасы бакалавриатқа қайта ашылды. Биылдан бастап болашақ бағдарламасы бойынша шетелдің бакалавриат бағдарламаларына тапсыруға болады. Бұл деген huge news, себебі бакалавриат бойынша соңғы рет 2010 жылы ғана тапсыруға мүмкіндік болды. Одан бері соңғы 15 жыл бойы тек магистратура, PhD және стажировкаларға шектеулі болған. Стипендияны ұтып алу үшін 3 шарт орындалу қажет. Біріншісі, шетелдік университетке шартсыз қабылдану, екіншісі, қазақ тілін білу, үшіншісі, соңғы 3 жыл ішінде халықаралық олимпиада немесе ғылыми өнер сайысында жүлделі орынға ие болу. Маңызды, сіз таңдаған мамандық пен сайыс пәні сәйкес болу керек. Кейбір адамдар жастарымыз шетелге кетіп сол жақта қалып қалады деп ойласа, мен кейбіреу қалса қалсын, бірақ көбі қайтып келетініне сенемін, және бұл бағдарлама еліміздің ең талантты, дарынды жастарына одан да ерекше мүмкіндік ашатынына сенемін. Сол үшін I'm very excited about this news. Ал сіз бұл жаңалық жайлы қандай сезімдесіз, пікірлетіңіз.